Күздің алғашқы жаңбыры ығы-жығы Алматыны 2 сағаттың ішінде тұсаулап тастады. Девочка, молодец какой. Да. Жүргіншілер бордюр мен тротуардың әдемі болғаннан не пайда, егер су ағатын тоғаны болмаса деп ашуланып жатыр. Өйтетін жөні де бар, өйткені Жандосов пен Манас көшесінің қиылысында кісі бойындай ор пайда болған. Адамгершілік деген осы ғой. Жүргіншілер кезектесіп қауіпті жердің маңында күзетке тұрып, жолаушыларды қатерден сақтандырған. Ал әкімдіктің адамгершілігі енді сыналады, себебі бір көшенің бойындағы 13 көлік су орғаны жолдың астына түсіп кете жаздады. Мұндай жағдайдың неліктен пайда болғанын Алматы әкімінің кеңесшісі Елзат Акчурин түсіндірген. Оның айтуынша, су құбыры мен газ желісін тартқан мердігер мекеме енді көлік иелерінің шығынын өтеуге міндетті. Яғни құбыр тартқандар бос топырақты нығыздамай үстіне асфальт төсеп кеткен болуы мүмкін.